Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан, Казах Dream каналы. Сіздер бүгінгі видеода екі Кореяны салыстыратын боламыз. Бұл рубрика барлығыңызға ұнайды деген ойдамын. Бүгінгі видеода Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяны салыстыратын боламыз. Видео басталмай тұрып, менің осы жылғы кішігірім мақсатым арнамыздағы көрермендердің санын осы жылдың соңына дейін 10 мыңға дейін жеткізу. Сол мақсатымды орындау мақсатында сіздер маған лайк басып, комментарий жазып, колокольчикті басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. 1945 жыл Корея түбегі Жапон империясынан ыдырап шыққан болатын және Екінші дүниежүзілік соғыстың біткеніне нүкте қойылған уақыт еді. Әлемдік державалар екі лагерге бөлінді. Олар Кеңес одағы және де Америка құрама штаттары болды. Екі мемлекет бір-бірін жеңу мақсатында өте көптеген іс-шараларды жасай бастады. Солардың бірі осы Корея түбегіне келіп тірелген болатын. Ең алдымен Оңтүстік Корея 1948 жылы 15 тамызда өзінің тәуелсіздігін жариялаған болады. Оған жауап ретінде 1948 жылы 9 қыркүйекте Солтүстік Корея өзінің тәуелсіздігін жариялаған болатын. Екі Кореяның одақтасына келетін болсақ, ең алдымен Солтүстік Кореяның одақтасы әрине Қызыл империя, Кеңес одағы болды. Ал Оңтүстік Кореяның одақтасы ол әрине қазіргі таңдағы Америка құрама штаттары. Мемлекеттердің тәуелсіздік алған жылдарын салыстырдық. Ендігі кезекте жер көлемдерін салыстыратын боламыз. Солтүстік Кореяның жер көлемі 120.540 км квадратқа тең. Әлемде жер көлемі жөнінен 97-ші орында алады. Оңтүстік Кореяның жалпы жер аумағы 100.363 км квадратқа тең. Әлемде жер көлемі жөнінен 107-ші орында алады. Барлығыңызға белгілі, егерде халықтың жағдайы жақсы болса, онда ол халықтың саны өседі деген сөз. Ендігі кезекте екі Кореяның халқының санын салыстырамыз. Солтүстік Кореяда қазіргі таңда 25.368.620 адам тұрады. Әлемде халқының саны бойынша 52-ші орында алады. Оңтүстік Корея 51.709.098 адам тұрады. Әлемде халқының саны бойынша 28-ші орында алады. Екі Кореяның экономикасын салыстыратын болсақ, әрине Оңтүстік Корея Солтүстік Кореямен салыстырғанда оқ бойы озық тұрады. Сонымен сіздер білу керексіздер, мен алдыңғы видеоларда айтқанымдай, Оңтүстік Корея Азия жолбарыстар қатарына кіріп үлгерген болатын. Оңтүстік Корея сонымен қатар қазіргі таңда Samsung, Hyundai, LG және сонымен қатар Kia сияқты өзінің әлемдік брендтерімен танымал. Оңтүстік Корея сонымен қатар өзінің қарқынды дамыған медицинасымен әлемге танымал. Және де барлығымыз білетін шығарсыздар, косметикалық құралдарын осы Оңтүстік Корея барлық әлемге экспорттайды. Келесі кезекте музыка саласы. Оңтүстік Корея барлығымызға белгілі K-pop индустриясымен әлемге танымал болып келеді. Мен осыны алдыңғы видеоларда айтқанымдай, әлемдегі K-pop жанрын осы Оңтүстік Корея таратқан болатын. Және сонымен қатар Оңтүстік Корея кино саласында да алдыңғы орындарда. Солтүстік Корея барлығымызға белгілі, оның 10% ғана бай адамдар, ал 90% өте кедейшілікте өмір сүретін адамдар болып есептеледі. Және Солтүстік Корея қазіргі таңда экономикасынан өте артта қалған мемлекеттер қатарында және сонымен қатар кедей мемлекеттердің қатарына кіреді. Солтүстік Корея Оңтүстік Кореямен салыстырғанда тағы бір дамымай қалғандығын әрине ғарыштан қарағанда космостан білуге болады. Оған себеп Солтүстік Корея қазіргі таңда өзінің барлық қалаларын жарықпен қамтамасыз ете алмай отыр. Оны қазір сіздер космостағы видеодан қарай аласыздар. Бұл бейнеде Солтүстік Корея, ал оңтүстігінде Оңтүстік Корея бейнеленген. Екі мемлекетті бір-бірімен салыстыруға мүлдем келмейтіндігін көріп отқан шығарсыздар, алайда екі мемлекетті тек қана бір нәрсе теңестіреді. Ол күш әрине әскери күші. Солтүстік Корея қазіргі таңдағы өзінің атом электр станцияларымен, яғни әлемді дүр сілкіндірген болатын. Себебі бұларда өте көптеген атомный бомбалар бар. Қазіргі таңда Солтүстік Кореяда 10 атомный бомбасы тіркелген. Ал Оңтүстік Кореяға келетін болсақ, мұнда бірде-бір атом бомбасы жоқ. Бірақ оның ең басты одақтасы Америка құрама штаттары оларды осы атомный бомбадан қорғап отыр. Солтүстік Кореяны Оңтүстік Кореямен салыстыруға түрткі болатын нәрселердің бірі ол әрине әскери күші. Қазіргі таңда Солтүстік Кореяда 1.190.000 тұрақты әскері бар. Ал Оңтүстік Кореяға келетін болсақ, мұнда 625.000 тұрақты әскері бар. Солтүстік Корея қазіргі таңда өзінің әскери күшіне $10 миллион жұмсайды, ал Оңтүстік Корея өзінің әскери күшіне $36.8 миллион жұмсайды екен. Қорытындылай келе, біздің видеомыз соңына жетті. Сіздердің ойларыңызша осы айтылған мәліметтерді қорытындылай келе, қай Корея сіздердің ойыңызша алдыда, даму жөнінен алдыда? Соны комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Біз оны міндетті түрде оқып, сіздерге жауап қайтаратын боламыз. Осылайша біздің видеомыз өз соңына жетті. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видеоны салып лайк басып, арнамызға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және міндетті түрде колокольчикті басып қойыңыздар. Себебі біздің арнамызға шыққан видеоларды сіздер ең бірінші болып көре аласыздар. Сонымен сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Казах Dream каналы. Қош, сау болыңыздар.